Ардам әке және Зардам әке немесе Фу баба, Чун баба деген кітапты оқыған болсаңыздар, соның ішінде біздің танымымызға мүлде қарама қайшы келетін көптеген экономикалық көзқарастар бар. Ереше солардың ішінде мынандай бір нәрсе бар да, сіз байлық пен қарыздың фарқын сөз жоқ айқындауың керек дейді. Және мүмкіндіктің барынша мал мүлік сатып ал дейді. Енді сосын бұл жерде мал мүлік деген нәрсе не, қарыз деген нәрсе не деген сұрауға жауап беруге тура келеді. Сосын адамдардан сіздер сенің қандай мал мүлкің бар десең, олар тұрып айтады: менің үйім бар, машинам бар, үйде жаңағы телевизорым бар, компьютерім бар, қол сағатым бар деген секілді. Ал қандай қарыздарың бар десе, ой, бәңкеде мысалы алған қарыздарым бар, досымнан алған ақшам бар деген секілді қарыздарын айтады. Ал енді Ардам әке мен Зардам әкеге салатын болсаң, бұл көзқарастардың барлығын тасталған етіп тастаймыз. Яғни жаңағы менің мал мүлкім деп отырған үйді, машинаны, телефонды, сағатты, үйдегі телевизорды барлығын бұл адам қарызға кіргізіп жібереді. Бұлардың барлығы сенің мал мүлкің емес. Бұлар түгелдей қарыз дейді. Ал енді олай болса қарыз деген не нәрсе деген сұрауға жауап беруге тура келеді. Онда қарыз деген нәрсе дейді, ол ақшаны қалтаңнан әкететін дүние. Ал онда мал мүлікші. Мен бүгін соншама ақша төлеп, миллион юан ақша төлеп, үй сатып алдым. Енді менің осы басымдағы миллион юандық үйімнің өзі менің мал мүлкім емес, керісінше ол менің қарызым болса қалай болған деген сұрауға не дейді? Мал мүлік деген нәрсе ол ақшаны қалтаңа сүңгітетін нәрсе дейді. Жаңағы сенің отырған үйің, ол сенің қарыз кестеңе кіреді. Өйткені сен оған әр ай сайын, тіпті күн сайын қайтесің дейді, ақша төлейсің. Ол сенің қалтаңдағы ақшаны әкету үшін дейді. Тіпті үй ол сенің күнделікті қажетің үшін туындаған нәрсе. Мал мүлік ол ақшаны қалтаңа сүңгітетін дүние. Сондықтан да сен дейді, мал мүлік жинадым деп қарыз жинап алып жүрме дейді. Содан кейін не дейді тағы да ол, адамдар мал мүлік пен қарыздың жаңағы фарқын білмейді дейді. Біз жаңа жоғарыда айттық та, не нәрсе мал мүлік, не нәрсе қарыз, біз оны біле бермейміз дейді. Ал бұл нәрсені білмеудегі себеп біздің айналамыздағы қоғам бізге осындай нәрсені үйреткен дейді. Мысалы біз бүгін менің 1 миллиондық үйім бар деп жаңағы миллион юандық үйді алдық, бірақ ол бірнеше жылдан кейін арзандап кетуі мүмкін. Бұл қауіп қатер сақталып отырған дүние дейді. Ал сосын не дейді? Егерде байымақшы болсаң дейді, сандарды оқуды және оны түсінуді меңгер дейді. Біз бүгінгі күні көптеген адамдар қайтеміз дейді, сандарды оқи алмаймыз дейді. Түсінбейміз оны. Не нәрсе өсіп жатыр, не нәрсе түсіп жатыр. Біз базардың, қоғамның жаңағы өзгерістеріне мән бермейміз. Өзіміздің идеямыз бойынша, өзіміздің көзқарасымыз бойынша дүниеге қайтеміз дейді, баға береміз дейді. Көрдіңіз ба? Байлар мал мүлік жияды. Ал орта шарқылар мен кедейлер қайтеді дейді, қарызды басына үйе береді дейді. Бұл жердегі айтып отырған қарызы сен жаңағы біреуден ақшалай сатып алған ғана қарызың емес, керісінше жаңағы үйіңе жанталаса қарыз қоса бересің. Бүгін мына үйді жасатып алайын, ертең жаңа кілем сатып алайын, бүрсі күні телевизорды алмастырайын деген секілді дейді. Сондықтан да қайтуың керек дейді, мал мүлік пен қарыздың фарқын айқындауды үйренуің керек дейді. Мінекей, бұл енді Ардам әке мен Зардам әкені бір кітап десек, онда бұған біз дұрыс баға бермеген боламыз да. Бұл кітапты шын мәнінде бір оқулық деп айтуға болар еді. Енді мен осы кітаптан өте көп үйрендім, көптеген естеліктер алдым және білгендерімді көпшілікпен үздіксіз түрде ортақтасып келе жатырмын. Енді мынандай ой келеді көпшілігімге. Егерде біз осы кітапты кереметтей етіп отырып талдап берсек қандай болар еді? Біз осы кітапты көптеген адамдар қазір бірі сатып ала алмайды, ал екіншісі адамдар бұны оқып түсініп жете алмайтында жағдайлары бар. Сондықтан біз осы кітапты оқып талдап көрсек, онда қайтер едік. Тыңдағысы келетін достар болса, пікір қалдыру аймағында бір 6 санын бір жолдап көріңіздерші. Мен көпшіліктің кітапқа деген бір ынтасының қандай екендігін бір тексеріп көрейін. Ал егер де біздің тіпті де көптеген тыңдармандарымыз осы кітаптың бір талданып, бір талдан бір ішіндегі кестелеріне дейін толық түсіндірілуін қалап жататын болса, онда біз мүмкін осындай бір жобаны іске қосатын шығармыз. 记得关注再走哦。